Саламатсыздар ма? Менің есімім Бақытжан Кемалханұлы. Тендер саласында 7 жылдық тәжірибем бар. Осы 7 жылдың ішінде 5 миллиард теңгеден астам тендер ұтып, соны орындап шықтық. Бүгінгі тақырып ерекше. Осы тендерде товарға қалай заявка береміз, және осы товарды біз Қытайдан алдырып жатырмыз. Яғни қалай Қытайдан алдырдық, қалай сөйлестік, сайдың көрсетем, қалай санадық. Бұл жақта жартылай работа да бар. Жалпы осының бәрін көрсететін боламын. Ендеше тақырыпқа көшпес бұрын осы видеоға лайк қойыңыздар, YouTube, Instagram парақшама тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Ең қызықты комментарийға және видеоның соңына дейін қарағандарға жеке менен бонус болады. Қарасаңыздар, жалпы YouTube'да ценовкаға, товарға заявка беру негізі видеолар бар, бірақ оның барлығы ескі, енді заң өзгеріп жатыр. Сол заңға сүйеніп, ценовкада жаңа заңмен қалай заявка береміз, және Қытайдан біз товар алдырып жатырмыз, осыған қатысу үшін соны қалай санадық, ішінде пусконаладка да бар, работа да бар аралас. Сол товарды қалай санап, қандай пайда қосамыз, соны көрсететін боламын. Бізде бұл товар. Товардың аты бізде аттракцион. Городской парк культуры и отдыха деген, яғни әкімшілік. Заказчик 20 миллион теңге берген. Қараңыздаршы, видеода заказчик 20 миллион теңге берген ғой. Осы тендердің бітуіне 1 сағат қалды. Сол сияқты осы тендердіңге қатысып жатқан адамдар ешкім қатысып жатқан жоқ. Құдай қаласа, мүмкіндік болып жатса, онымен де бөлсем, яғни в итоге нәтиже не болғанын да көрсетемін. Ұтып жатсақ, оған да бөлек видео түсіреміз. Және сол видеода қалай орындап жатқанда түсіріп кетеміз. Яғни бір частично реалити шоу болайын деп тұр ғой, санаймыз, тех спецификацияны көреміз. Және бұл тендер сіздерге тікелей дәлел, яғни үлкен суммадағы тендерлерге қалай ешқандай таныссыз, ақшасыз, көкесіз қатысып жатқандарымызды тоже көрсетеміз. Тех спецификациясын жүктеп аламыз. Енді қарасаңыздар, тех спецификация бұл жерде үлкен, енді өте үлкен. Бұны көргеніңізде бәрі қорқады, жалпы. Бірақ оқысақ, бәрі типовой сообщение. Басылатын жері мына жерде. Мына жерден басылады. Жұмыстар бар арасында. Болды, осы. Қарасаңыздар. Болды. Қалғандары ашын типовой. Мынанша күнде істейсің, мынандай гарантия бар, қорқыту, морқыту болды. Осындай көрші. Қалғандары қатты қызық емес. Нақты сізге текст осы жерде. Сыйымдылығы 15 адам, қуаттылығы, материал мынандай болу керек, рельсте болу керек, қоршау болу керек, брусчатка болу керек, бетон болу керек, болды. Основной сіздерге ақшаны санайтын характеристика осы жерге, мынау выделенныйда ғана болды. Біз не істедік? Осы тендерге біз Қытайдан поставщик таптық. Міне. Видеосы тұр. Міне видеосы. Мына видео. Осы видео. Осы Қытайда $18,000 болып тұр. Фотосы тұр. Мына видеосы тағы бар. Бізге пейкинг лист берді, міне, салмағы 4,5 тонна екен, 51 куб. Мынау бізде бағасы $18,500. Қай компания екен тұр? Барлығы 30% предоплата, 20 күн ішінде жасап береміз деп тұр. 1 жыл гарантия. Енді бізде осыған санап қойған бізде таблицамыз бар. Заказчик 20 миллион теңге берген ғой. Берген. Курс 450 теңге, $18,500. $18,500 450-ке көбейтсек, сатып алатын бағасы $8,362,000 теңге. Доставкасының грубо 4 миллион теңге алдым, одан да аз ақша кетеді. Установкасының 1 миллион теңге, одан да аз ақша кетеді негізі. Барлық расход 13,162,000 кетеді екен. Үстіне өзіміздің пайдамызды қосты 17 миллион теңге. Бірақ көреміз, ешкім қатыспаса, мүмкін біз максимальный бағамен ұтып аламыз.
Оны ұтып жатқан жағдайда біз келесі видеода көрсететін боламыз. Қалай заявка береміз? Сұрақ. 20 миллион теңгелік тендерге қалай бұл заявка беріледі деген сұрақ қой, бір сағат қалды, ешкім қатысып жатқан жоқ. Обновлять етіп қойын, ешкім қатысып жатқан жоқ. Не істейміз? Срок поставки. Заказчик осыны орындағанға қанша уақыт берген? 90 күн берген. Қараңыздаршы, заказчик 90 күнде әкеліп берсең жеткілікті деп тұр. Ал Қытайдағы поставщик соны 20 күнде орындаймын дейді. Біз 20 күнде орындаса, шамамен 20-25 күнде келеді. Сонда 40 күн кетеді. Оны орнатумен тағы 20 күн. 2 айда оны орындап тастаймыз. Яғни тағы тендершілердің тағы бір қорқатыны, заказчиктер өте аз уақыт береді, 15 күн береді, 20 күн береді, поставкаға дейді. Қытайдан үлгересіздер ме дейді. Міне қараңыз, заказчиктің өзі 90 күн беріп отыр ғой. Не қорқатын? Бұл жерде қорқатын нәрсе жоқ. Заявка қалай береміз? Разрешение қажет емес, қарап отырсаңыздар. Лицензия қажет емес. Доступные действия, создать заявку. Юридический адрес жаздым. Далее бастым. Осы жерде. Лотты таңдадым. Обеспечение заявки, бұл жерде заказчик егерде 20 миллион теңге берген болса, соның 1% обеспечение. Мен мына жерде 2 обеспечение түрі бар. Электронный банксыз гарантия, яғни электрондық банктық кепіл. Ол қажет жоқ. Мен таңдайтыным деньги с электронный кошелька. Оған 200 мың теңге кетеді. Менде ақша тұр дайын. Сохранить етіп басамын. Сохранить еткеннен кейін назад кнопканы басамын. Тағы вернуться заявку. Қарасаңыздар, мынау бізде қызыл болып тұр еді ғой, толтырылмаған. Мынау бірінші құжат толды, жасыл галочка қойылды. Қай құжаттарды толтырамыз дегенге сұраққа жауап, оң жақта қарасаңыздар, обязательно деп тұр ғой, міндетті деген, осыларды толтырылады. Мынау не обязательно деген толтырылмайды. Толтырғаннан кейін сол жақта қызыл, бізде жасыл болып галочка болады. Енді описание товара. Кірсек, мына жақта аттракцион туралы нақты ақпараттар бар екен, оң жағына добавить деген кнопканы басамыз. Осы жерде наименование товара. Аттракцион. Жазайық. Аттракцион. Осы тілінде жазайық. Сон. Завод-изготовитель жазып қойдық. И Китай. Китай. Болды. Сохранить кнопканы басамыз. Болды. Все. Вернуться заявку. Қарасаңыздар, міндетті болған 2 құжат толды. Толтырғаннан кейін далее кнопканы басамыз. Мына жерге мен қазір көрем. Сіз қазір қадағалаңыз. Пока 19 миллион 500 мың теңге баға беріп қойайық. Негізі 17,5 миллион берсе де біздің пайдамыз жақсы. Осы жерде тексерейік, 1 миллион 950 беріп қойған жоқсыз ба? Мынаны бұлай выделять етіп қоям. Өйсе выделять еткеннен көрінеді. Дұрыс баға жазылым ба? 0 аз жазып қойған жоқпын ба? Подписать цену, қол қоямын. Все. Қол қойылды, далее кнопка басылды. Келесі бетке өткеннен кейін бізге ең маңызды мынау 2 галочка қойылады. Бірінші галочка, яғни сіз осыған қатысар кезде барлық расходтарды санап, яғни өз пайдаңызды қосып, яғни соны біліп қатысып отырсыз ба деген сұрақ. Екіншісі, осы қатысар кезде ұтқаннан кейін сіз бізбен договорға отырасыз ғой. Сол бізде типовой договор бар. Сонымен таныстыңыз ба деген. Бұл жақта таныстым, танысқан жоқпын деген сізде выбор жоқ. Только таныстым деп қол қоясыз, галочка қоясыз, ең сонда подать заявку басасыз. Болды, заявка берілді. Қарасаңыздар, бұл тендерде сізден басқа қатысушы жоқ. Міне, моя заявка кірсе, мынау тендер ғой. Осы жақта сіз ғана, мен ақ қатысып тұрмын, көріп отырсыз ғой. Ең соңынан күтеміз бұны.
байқасаңыздар, товарға заявка беру қиын емес. 20 миллион, 30 миллион, 40 миллион, 100 миллион, 500 миллионда біз өзіміз сондай сумма ұттық қой, проблема емес. Және Қытайдан заводты табу тоже қиын емес, доставка жасау тоже қиын емес. Қытайдан завод тауып, соның товармен қатыссаңыз, пайда бешеный, маржа көп. Қарасаңыздар, осы товардың өзінде қатысшы 0. Просто бұл характеристикасы, техспецификасы сәл үлкен да, бірақ осы жерде конкуренция аз ғой негізі. Ендеше пайдалы болсын, қолданыңыздар, нағыз тендерщиктер болыңыздар, кәсіпкер болыңыздар. Видео қызық болса, лайк басыңыздар, менің аккаунтыма тіркеліңіздер, YouTube және Instagram аккаунтыма тіркеліңіздер. Жеке менен қандай бонус дейтін болсаңыздар, кім ең қызықты комментарий жазса, соның арасынан бір адам таңдаймын да, сол кісіге 5000 теңге сыйлық беремін.